Бізге ауылдың балаларымыз ғой, ауылда өскен. Иә, бірақ маған қарағанда әдемілеусіңдер ғой кішкене. Кішкене орысша білесіңдер деген сияқты да. Былай қылайық, айтып жіберейін, сендер енді футболды көп ойнап жүрсіңдер, біздің балалар көп ойнап білмейді, бірінші рет ойнап тұр да. Сол үшін бірден келісіп алайық. Біздің балалардың салған бір голы 2 гол болса саналсын. Немесе ойынды 2-0-ден бастайық десей? Жоқ, біз 1 гол салсақ 2 гол болса саналады. Ауылдағыдай ғой, таза. Или сендер 7 адам шығасыңдар, біз 11 адам шығамыз. Келіссеңдер, осы келіспейсіңдер, ойнамаймыз ол. Аңсағанға сөз білейікші, аңсаға үндемей отырды, қатты бір ой үстінде тебіреністе. Аңсаған. Бәріне ассалаумағалейкум. Ағалар, сіздерге де үлкен құрметпен қараймын. Бұл жерде бір нәрсе айтқым келеді. Басты ниет мынау бізде Қазақстанда футболға деген негатив жиналып қалған ғой. Бір жерде ақша жиналып жатыр, бір жерде коррупция жейді, біреулер ойнай алмайды, ағаш дейді. Сол негативті ұмыттырып, мына жастарды осындай футболға былай итермелеу ғой, кішкене жақсылыққа бұл ниетіміз сол негізі. Шоу матчтар арқылы, ана жол мысалы үшін просто теретиманың салмай қалған қанша адам көрді, зато интерес тудыртады осылай. И солай жақсылыққа шақырайық деген. Дым интерес болған жоқ аңсаған. Дым интерес болған жоқ. Мынау Жайдарман деген то же самое, бірақ бұл легендарный проекті, бұл қанша 25-30 жылдан бері 20 жылдан бері жақсылыққа тартып келе жатқан, и осы міне футболмен и Жайдарман қосылып осындай үлкен проект жасап жатқанда мен өзім үлкен қуаныштымын біріншіден. Біріншіден бағана Жайдарманға қарсы қалай ойнауға сезім деген менде нормальный сезім, потому что мен мұнда отырған жігіттердің барлығымен апта сайын бізде ана жақта ойын болады, Бұхар бар, үлкен Саид ағалар бар. Каждый аптада прям бір-бірімізді итеріп ойнай береміз. В целом нормально деп ойлаймын, ешқандай проблема емес. Ау? Жоқ, андай дос. Алматыда ойнайсыздар ғой, иә? Астана емес. Алматыда итеріп ойнай береді бұлар. Жақсы. Ал. Жалпы енді Нұрсұлтан айтып отырсыз ғой, жаңағы әділет, мен воротада тұрамын да. Біз үшін разминка деп отырдық. Енді хорошо. Ирина Қайратовнамыз. Бірде-бір футбол басталып кетті, есеп бірде-бір. Алдық, молодец, тауып кеттіге. Әдемі, тамаша. Ал, Мәди. Нұрбол. Жасайды. Бізде осындай заготовка фотка ойыншық болған. Әдемі. Біз футболға дайын емес тек осыған дайындалдық. Бізде составта Арман Жаналиев деген нападающий бар. Арманияға алдыға төсек салып береміз. Бұйыртса воротаның астына. Жат негізі СД-ға қалай кіруге болады деп сұрақ қойды. Солай ма? Армани ма десің сұрақ? Армани бар ма? Осында ма Армани бар ма? Байқаңыздар жігіттер, байқаңыздар такшылар. Армани бүкіл жерде ойнап жүр, Спартада да барлық жерде. Иә, ол бәрін ойнап жүр, PlayStation. Соңғы сұрақ, кетіп сұрақ. Сосын шешеден кетіп қалып жатсақ, қазір келісіп алайық. Сосын Елжан кішкене ауыратын бала ғой. Оның бір салған гол 4 гол саналады, айтып қойдым. Әдемі, тамаша. Ал, Мәди. Нұрбол. Жасайды. Бізде осындай заготовка фотка ойыншық болған. Әдемі. Біз футболға дайын емес тек осыған дайындалдық. Бізде составта